шақырсақ, Еркеш, келе ғой. Ал, Еркеш, бірден үміткеріңді шақырады, Риманы. Рима, келіңіз. Қош келдің, Рима. Ал, қалдарың қалай? Не жаңалық бар? Кездестіңдер ме, сөйлестіңдер ме, суреттерің бар ма? Жалпы жағдайымыз жаман емес. Бірақ қайтан сол кездесу жайында. Иә. Қанша? Екі рет кездестік. Мен жұмыс бабымен басқа қалаға кеттім, сол себепті көп кездесе алмадық. Түсінікті. Ол кездесу қалай өтті? Жақсы. Өзің айтсаң? Жақсы. Еркеш қандай жігіт екен? Еркеш жақсы жігіт негізі. Енді теледидардан көру бір бөлек. Ал өмірде кәдімгідей көріп, жеке отырып сұхбаттасу, сырласу. Қалай болды енді? Басқа дүние ғой негізі? Негізі өмірде өте, қалай жеткізуге болады, сыпайы жақсы жігіт. Түсінікті. Еркеш, ендеше ата-анаң бағдарламаны көріп отырған болар. Рима жайлы не деді? Рима жайында ата-ананың негізі жалпы ойы жаман емес. Жақсы қыз дейді, жаман емес деп отыр. Бірақ енді өздеріңіз түсініп отқандай мәселе жоқ емес бар. Қандай? Яғни ол әке-шешем сөзі мен аттап өте алмаймын. Қандай сөздер? Мен де үйдің жалғыз баласымын бір үйдің. Жалғыз ұл баласың.